Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Математиканың теориялық негіздері және бастауыш класста математиканы оқыту әдістемесі пәні бойынша бүгінгі сабақтың тақырыбы ең кіші ортақ еселік. Ал енді сіздермен бірге ең кіші ортақ еселік анықтамасына тоқталайық. Екі натурал санынан ең кіші ортақ еселік деп, осы сандарға еселік болатын ең кіші натурал санды айтады. Екі немесе одан көп натурал сандардың ең кіші ортақ еселікті табу үшін біріншіден берілген натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктейміз. Натурал сандардың бірінің жіктеуіне кіретін жай көбейткіштерді тізіп жазамыз. Осы көбейткіштер басқа натурал сандардың жіктелуінен алынбай қалған жай көбейткіштермен толықтырамыз. Барлық алынған жай көбейткіштердің көбейтіндісінің мәнін табамыз. 8 және 12 сандары берілсін. Осы сандардың 5-5-тен еселік сандарды жазып шығайық. 8 санының еселік сандар 8, 16, 24, 48, 64. 12 санының еселік сандар 12, 24, 36, 48, 60. 8 бен 12 сандардың ортақ еселігі бар, олар бізде 24 пен 48. Осы еселіктің ең кіші саны бізде 24. 24 саны 8 бен 12 санының ең кіші ортақ еселігі деп атайды. Ал енді 180 мен 378 сандардың ең кіші ортақ еселігін табайық. Ол үшін 180 санды жай көбейткіштерге жіктейміз. Біз жай көбейткіштерді жіктеу әдісін өткен сабақта өткенбіз. 378 санды жай көбейткіштерге жіктейміз. Содан соң ең кіші ортақ еселікті табу үшін 180 санының жай көбейткіштерді теріп жазамыз. Яғни 2 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 3 көбейту 3 көбейту 5. Одан кейін біз 378 санының алынбаған жай көбейткіштерді толықтырамыз. Яғни 3 көбейту 7. Содан соң біз жай көбейткіштердің көбейтіндісінің мәнін табамыз. Ол бізде 3780-ге тең болады. Сонымен 180 мен 378 сандарының ең кіші ортақ еселігі 3780-ге тең. Бүгінгі сабақта біз ең кіші ортақ еселік анықтамасымен натурал сандардың ең кіші ортақ еселігін табуды үйрендік. Сабақ тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.